Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен алманың пайдасы мен адам организмге қандай пайдасы бар жөнінде толық ақпарат айтатын боламын. Адам күніне 2 алма жеп отырса, әртүрлі аурулардың алдын алады. Оның бар дәрумені қабығында, сондықтан қабығын ашпай жеген дұрыс. Алманың пайдасы түсіне байланысты. Халық емі бойынша қызыл алма жүрек пен қан тамырларына, жасыл алма тіс пен қызыл етке, ал сары алма иммунитетті күшейтуге көмектеседі. Бір алмада шамамен 70-100 калория болады, сондықтан ол көптеген диеталық тағамдар құрамына кіреді. Бір күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин деңгейі 16%-ға төмендейді. Алмалар теріге өте пайдалы. Ол бетті ағартып, терідегі ұсақ тесіктерді және қабынуды кетіруге көмектеседі. Инсульттің болуын мүмкіндігінше 50%-ға азайтады. Ғалымдардың айтуы бойынша алманы тұрақты түрде тұтыну асқазан безінің қатерлі ісігінен сақтайды, ас қорытуды жақсартады және ішекті тазалайды. Таза ішек зор денсаулықтың кілті. Жасыл алма ұзақ уақыт бойы қорытылады, сондықтан аштық сезімі білінбейді. Ішек инфекция кезінде пайдалы және де өйткені оның құрамында каротин және темір марганец бар. Бұл жемістің көмегімен гастрит ауруын емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуып таңертең жеу керек. Йод алманың құрамында көп мөлшерде болады. Йод қалқанша без ауруларын алдын алуына көмегін тигізеді. Алма шырыны мидың қартаюына жол бермейді. А витамині тұмаудан және басқа да жұқпалы аурулардан сақтайды. Осымен пайдалы ақпаратым сіздерге ұнаса, достарыңызға таратыңыздар. Лайк, комментарий қалдырып, тіркеліп алыңыздар. Алда пайдалы ақпаратпен және де жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған мен Айдана. Назарларыңызға рахмет.